Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде Байтасов Лайф арнасының кезекті шығарылымы. Бүгін бұған дейін берген уәдемізді орындап, Мұхтар Жәкішевпен сұхбаттасамыз. Мұхтар мырза, көрермендеріміздің өтінішін ескеріп, уақыт бөліп сұхбаттасуға келгеніңізге алғыс айтамын. Сіздің қаңтардағы қайғылы оқиғаға байланысты пікіріңізді білгісі келіп хабарласқандар санында есеп жоқ. Сондықтан да әлеуметтік желіде сіздің келетініңізді алдын ала хабарлаған едік. Жұрт жолдаған сұрақтар легі тоқтар емес. Тіптен көмекшім екеумізге келіп түскен сұрақтарды тақырыптық тұрғыдан топтастырып отыруға тура келді. Сұхбат барысында осы сұрақтарды сізге міндетті түрде қойып отырамын. Ендеше алғашқы сұрағым, қаңтар оқиғасы басталғанда қайда болдыңыз, не істеп жатыр едіңіз және Алматыдағы дүрбелеңді, жалпы Қазақстандағы ахуал туралы хабарды естігенде қандай сезімде болдыңыз? Армысыздар, қадірменді достар. Арман, өзіңмен тағы сұхбат құрып отырғаныма қуаныштымын. Қаңтардағы оқиғалар міндетті түрде саралауды қажет етеді. Сондықтан осы жағдай жөніндегі ойымды айтпай қалуды өзіме сын деп білемін. Ал енді сұраққа келсек, қаңтардың басында үйге балаларым келді, немерелерім. Бірақ өкінішке қарай айдың басында сырқаттанып қалдым. Коронавирус жұқтырсам керек. Екінші рет пе? Екінші рет. Бірінші рет 20-шы жылы ауырған болатынмын. Ол кезде жеңіл өткен еді. Бұл жолы басқаша болды. Қатты ауырдым десем де болады. Алғашқы 4 күн ыстығым көтеріліп, бойымды әлсіздік бұд. Содан бері толық айығып кете қоймадым. Қысқасы, қаңтар оқиғалар өтіп жатқанда үйімде оқшауланып, ауырып жаттым. Бірінші сұрағыңа берер жауабым осы. Жақсы. Ал наразылық шарасының өтіп жатқанын білгенде, Маңғыстауда газ бағасының көтерілуіне байланысты екені белгілі ғой. Қандай сезімде болдыңыз? Өйткені дәл сол жерде тұтанған наразылық ұшқыны кейін Қазақстанның өзге де өңірлеріне тарап, жұрт Маңғыстаудағы алаңға шыққан елді қолдап, көшеге шыға бастады. Ізінше ірі қозғалысқа ұласып, 4 қаңтарда Алматыда, Алматы арена алдында үлкен митинг болды. Ол кезде әлеуметтік желілер істеп тұрған еді. Бәрін бақылап отырған шығарсыз? Әлбетте, ол оқиғалардан хабардар болып отырдым. Ендеше халықтың жаппай көшеге шығуына не түрткі болды деп ойлайсыз? Ресми ақпарат көздері қазір бәріне бағаның шарықтауы себеп болды деп жатыр. Бірақ мәселе Маңғыстауда газ бағасының өскеннен тумаса керек. Мәселен, бізде газдың литрі 50 теңге болған емес. Қай кезде ондай баға болғаны да есімде жоқ. Соңғы кезге дейін Алматыда баға 100-120 теңге аралығында болды. Шындығында ауқымды қозғалыстың түпкі себебі неде деп ойлайсыз? Қараңыз, халықтың көшеге шығуының басты себебі өз наразылығын конституциялық құрылымдар, яғни парламент және тағы да басқа жолдар арқылы айта алмаған соң көшеге шығып отыр. Жұрт парламенттегі сенімді өкілдеріне өз мәселелерін жеткізуге мүмкіндігі болмағандықтан, басқа амалды көрмегендіктен көшеге шықты. Бұл енді анық дүние. Нақтыласақ, мұны қоғамдық саяси заң десек те болады. Ал нақты оқиғаға қатысты, әлбетте, тек объективті фактілерге сүйеніп айтар болсақ, басында алаңда бейбіт наразы халық пен құқық қорғаушылар ғана болған. Яғни бәрі қалыпты сценарий бойынша өрбіген. Наразы халық митингке шыққан, ал құқық қорғаушылар митингті таратуға тырысқан. Сосын бейбіт шерудің көтеріліске айналуына бір жағдаят себеп болған. Яғни үшінші күш іске кіріскен. Агрессивті, ешқандай саяси талап тілегі жоқ, қиратуды ғана мақсат тұтқан үшінші күш қосылмай тұрып, яғни үшінші күш іске кірісер алдында құқық қорғаушылар тұрған орындарын тастап кеткен. Бұл дегеніміз, үшінші күштің артында қолында билігі бар қандай да бір адамдар болды деген сөз. Өйткені құқық қорғаушылардың жоғарыдан түскен бұйрыққа ғана бағынатыны белгілі. Және ең маңыздысы, аталған үшінші күш мойнына артылған міндетті орындау керек қой. Ондай бұйрықты сіз болмаса мен бере алмаймын. Өйткені бізді ешкім тыңдай қоймайды. Ендеше үшінші күштің артында қолында билігі бар біреулердің тұрғаны анық. Дәл осы үшінші топтың әрекеттерінен кейін
қалыпты бейбіт түрде өтіп жатқан митинг бүлікке ұласып, нағыз қырғынға айналып шыға келді. Ең негізгі мәселе салдарынан сіз бен біздің отандастарымыз қаза тапқан қайғылы жағдайдың басты себепкері, негізгі детонаторы осы үшінші күштің болуы. Енді үшінші күш кіре алмаған басқа қалаларды қарасаңыз, ондағы митингтер бейбіт түрде аяқталды. Нағыз бүлік осы үшінші топ қосылған аймақтарда ғана болған. Сондықтан да бұл топтың артында кімдер тұр деген сұраққа шындыққа тура қарап жауап беру аса маңызды. Осы оқиғалардан кейін халық жартылай ғана қолға алынған шараларды не жарты шындық емес, фактілер арқылы дәлелденген нағыз шындықтың айтылуын күтіп отыр. Сондықтан да менің ойымша, жабулы қазан жабулы күйінде қалар болса, халықтың көңілі тіптен қалары анық. Мән беріп қарар болсақ, бәленің бәрі үшінші күштен туып отыр. Құқық қорғаушылар қаза тапты, біздің отандастарымыз. Бейбіт шеруге шыққан азаматтарымыз өлім құшты. Екі тараптан да қаза болған жандар барлығы біздің елдің азаматтары. Сонымен қоса, менің ойымша, үшінші күштің қолынан қаза болған құқық қорғаушылар да олардың статистикасына енгізілген сияқты. Неге бұлай? Өйткені құқық қорғаушылар жапа шекпейтін көтеріліс не митинг болмайды. Яғни бейбіт шеруге шыққан не қаңғыған оқтан өлім құшқан кездейсоқ жандар мен форма киген біздің отандастарымыздың барлығы да үшінші күш үшін жай ғана құрбандық болған. Үшінші күш өкілдерінің қаза тапқан адамдарға мүлдем жаны ашымағаны көрініп тұр. Бұл барып тұрған немқұрайлық пен цинизмнің айқын көрінісі. Яғни олар осы бір жағдайды халықтың наразылығын пайдаланып, тұтас көтерілісті басқа арнаға өз мүддесіне бұрып әкетті ме? Қазір әлеуметтік желілерде жалпы көбіне жағдайдың осылай өрбігені негізгі версия ретінде айтылып жатыр. Кез келген саналы адам сезетін нағыз шындықтың осы екені айтпасы да түсінікті. Енді шынайы нақты тергеу жүргізілу керек. Өйткені әбден дайындалған бұзақылар іске кірісер алдында бар жоғы бірнеше не 10 минуттай бұрын бұған дейін жинақы тұрған милицияның орнын тастап кетуі жай ғана сәйкестік болуы мүмкін емес. Оларға қандай да бір бұйрық берілгені анық. Біз ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне бұйрық берілгенін білеміз. Кезінде мен жас күнімде Петровка 38-де жұмыс істегенмін. Бұл Мосгорисполкомның ГУВД-сі. Сондықтан да осы секілді митингілер кезінде күштік құрылымдарға міндетті түрде қосымша күш қосылатын анық білем. Яғни мұны күшейту дейді, құқық қорғаушылар үйіне кетпей, не жұмыс орнында, не бекітілген аймақта тапжылмастан тұрады. Ал бізде митинг болып жатқанда ұлттық қауіпсіздік комитетіне, оның құрылымдарының қызметкерлеріне үйлеріңе тараңдар, арнайы бұйрық түскенше үйден шықпаңдар деген бұйрықтың түсуі мүлдем ақылға қонбайтын жай. Бұл нонсенс. Бұл барлық бекітілген ережеге қарсы келер бұйрық қой. Әрине, мұның бәрі кездейсоқ емес. Мен бұл ретте Мұхтардың мұндай жағдайда не істелетінін анық білгендіктен нық сенімді сөйлеп отырғанын айтып өткім келеді. Өйткені ол 1991 жылы Мәскеудегі әйгілі тамыз оқиғасы кезінде осыған ұқсас қақтығыстардың куәсі болған. Мен осыған ұқсас жағдайларды, оқиғалар көрдім. Одан бері аса ештеңе өзгере қойған жоқ. Мұнда бір нәрсені түсінген жөн. Жағдайды ушықтырған үшінші күш бейбіт шеруді қанды қырғынға айналдырған барлығын күйретуші детонатор болып отыр. Бұдан түйер ойымыз, олар, яғни үшінші күш бұл оқиғада құрал қызметін атқарып отыр. Қандай да бір құралды қолданып пайдалы нәрсені жасауға немесе қиратуға болады. Мәселен, балған алайық. Оны үй салғанда қолдануға болады, немесе терезені шағып тастауға болады. Мұнда балғаның кімнің қолында тұрғаны маңызды. Біздің елдегі жағдайда ол күшті кім басқарды? Ең басты мәселе бұл күшті кім ұйымдастырды және осындай қайғылы жолға кім бағыттады деген сұраққа жауап табу керек. Халықтың да басты сұрағы осы, биліктен де және тергеуден осыған жауап беруді күтуде. Осы толқудың түпкі себебіне тоқталсақ деп едім. Өйткені бұның халық наразылығынан туып отырған білеміз. Оның үстіне президент жақында ғана қоғам ішінде тамыр жайған жемқорлық ашынған халықтың алаңға шығуына түрткі болды деп айтқан еді. Егер қаңтарда болған оқиғаны ғана есепке алмай,
Жалпы ахуалды сараласақ, елдің көшеге шығуына не жағдай себеп болды? Қалай ойлайсыз? Бұл ретте бар болғаны алаңдағы халықтың қандай талап қойғанына құлақ түрсеңіз, жауапты табасыз. Жұрттың басым бөлігі экономикалық жағдайына байланысты алаңға шықты. Халықтың басым бөлігі бір айлықтан келесі айлыққа дейін ілде байлап күнелтіп келеді, ал кейбір жандар ақшасын қайда жұмсарын білмей жүр. Міне дәл осы әлеуметтік экономикалық теңсіздік жұрттың зығырданын қайнатқан. Елдің осы әділетсіздікті жоғарыға жеткізетін басқа жолы болмағандықтан, наразылығын депутаттар арқылы айтып жеткізе алмайды. Өйткені депутаттарды өздері сайлаған жоқ. Депутаттардың халық пікірімен мүлдем санаспайтыны тағы бар. Өйткені олар сайланбаған, тағайындалған. Бұл сөзіме заңды әрі бейбіт түрде өз талаптарын айтып көшеге шыққан халық арасында топтың басында бірде-бір депутаттың шықпағанын дәлел. Бұл өте өзекті мәселе. Бірақ осы оқиғалардың салдарынан мұнда тағы бір маңызды мәселенің барын және оның орасан зор мәселе екенін айтқым келеді. Ол қоғам арасындағы сызат. Дәл осы оқиғалардан кейін біздің қоғам арасына сызат түсті. Яғни біз оқымаған болып, тағы да қалалық ауылды, қала маңындағы жұрт, маргиналдар мен ауқатты деген сияқты топтарға бөлініп алдық. Қоғам ішінде құқық қорғаушылар мен басбұзарлар, бейбіт шерушілер, тағы деген сынды бөліністер пайда болды. Қоғамның жіктелуі әлі де жалғасып жатыр. Менің ойымша, елде қандай да бір реформа жасауға бел буар болсақ, бізге бірігу, яғни қоғамның консолидациясы қажет. Мен қазір сізге Қазатомпромда болған бір оқиғаны мысал ретінде айтып берейін. Бұл жайтты белгілі бір деңгейде әлеуметтік эксперимент ретінде санауға болатын шығар. 2007 жылдың жазы шетелде, Еуропада сапарда жүредім. Таңғы 4-терде біреу ұялы телефоныма қоңырау шалды. Жұмыстағы әріптесім екен. Амандасып болған соң, Мұхтар Еркінұлы, ақылдасар бір мәселе болып тұр дейді. Не мәселе деп сұрадым. Қызылорда облысында жапондармен бірігіп кеніш салып жатырмыз. Құрылысымызға жақын маңда Байкенже деген ауылдың тұрғындары түнде келіп төбелес шығарып, вагондарымызды өртеп кетті, құрылысымызды қиратты. Енді біз милиция шақырып, міне осы ауылға келдік. Түнде бұзақылық жасаған адамдардың бәрі ұсталды. Енді қандай да бір шара қолдансақ деп отырмыз деді. Олар талап тілегін білдірді ме? Не үшін олай жасады екен? Қандай талаптары бар деп мен де сұрадым. Бірақ мардымды жауап ала алмадым. Бұлар маргиналдар, олар ішіп алып, сосын құрылыс орнын қиратып тастамақшы болған деген сыңайда әңгімелер айтылды. Сосын жергілікті милиция басшысымен де сөйлестім. Ол кісі Мұхтар Еркінұлы, білесіз бе, бұлар Байкенже ауылында тұратын спортшы жігіттер. Қызылорда облысындағы белсенді бандиттердің біразы осы ауылдан шығады. Бұл ауыл нағыз маргиналданған ауыл. Сондықтан дәл қазір қатаң шара қолданбасаңыз, кейін үнемі осылардың бұзақылығынан зардап шегіп отыратын боласыз. Оған қоса халықаралық кәсіпорын, жапондар келіп жұмыс істейді екен, әрі уран бар дегендей тым қауіпті. Сондықтан қатаң шара қолдану керек деді. Сосын мен әріптестерімнен болашақта осындай жағдай қайталанбас үшін қандай шаралар қолданған дұрыс деп сұрап едім. Олар: біз ауыл тұрғындарының алдында сот өткізбекшіміз. Тұрғындарды жинап, бәріне сабақ болардай қатаң сот өткіземіз. Бұзақыларды шаң-тозаңдай тоздырып, ұзақ мерзімге түрмеге қамап, маргиналдардың барлығынан құтылмақпыз. Осыдан кейін ауыл тұрғындарының келесі буыны кен орнына шабуыл жасар алдында 100 рет ойланатын болады деді. Олардың ойын білген соң, егер олар Марстан келген біреулер болса, шешімдеріңізге келісер едім. Бірақ олар Марстың тұрғындары емес, өзіміздің отандастарымыз. Кенішті солар үшін салып жатырмыз. Біз ұлттық компаниямыз ғой. Жеке басқам үшін емес, сол жергілікті халық үшін салып жатырмыз. Бірақ неге екені белгісіз, олар өз болашағы мен салынып жатқан құрылыс арасындағы байланысты түсініп тұрған жоқ. Шындығына келер болсақ, бұл оларға қатысты мәселе емес, біздің мәселеміз. Бұлай істейік, мен таңғы 6-ға дейін көз іліндіріп алайын. Өйткені таң ата маңызды бір кездесуге баруым керек, сіздерге өзім қоңырау шалам. Сол кезде бұл біздің отандастарымыз.
өз халқымыз деген ұстанымды басшылыққа алып, басқаша шара түрлерін айтатын болыңыздар. Соған байланысты шешім қабылдаймын және сол арқылы кімдермен жұмыс істеп жүргенім де анықталады, деді. Кейін айтқанымдай ұйықтауға жаттым. Таңғы 6-да тұрып, әріптестеріме қоңырау шалып, қандай шешімге келгенін сұрадым. Мұхтар Еркінұлы, біз сізге ортақ шешімімізді айтсақ деп едік. Біріншіден, ауыл ақсақалдарын жинап ақылдастық. Олар ауыл жастары бұдан кейін кен орнына шабуыл жасамайды деп сөз беріп отыр. Екіншіден, ауылдың спортшы жастарын расында шыныққан шымыр жігіттер екен, арнайы жаттығудан, аттестациядан өткізген соң, Қазатомпромның қауіпсіздігіне жауап беретін күзетке жұмысқа тартсақ дейміз. Құрылыс енді басталып жатыр. Кейін де бізге арнайы білімді қажет етпейтін қара жұмысқа жұмысшылар керек. Сондықтан ауыл тұрғындарының жұмыс істеуге құлықты азаматтарының бәрін жұмысқа тартуға құрылыс компаниясымен келісіп міндеттеп отырмыз. Арнайы білікті қажет етпейтін басқа да жұмыс орындарына ауыл тұрғындарын қамтимыз. Жұмыс істегісі келетін тұрғындардың барлығын қамтыған соң ғана шеттен қызметкер шақыратын болады. Дегенмен таңдауда басымдық жергілікті ауыл тұрғындарына берілетін болады. Үшіншіден, біз ауыл адамдарынан болашақта осы кен орнында жұмыс істегісі келетіндер бар ма деп сұрадық. Бар болса, оларды өзіміздің арнайы оқу орындарымызға түсіреміз. Келешекте ол мамандар біздің кен орындарында далалық жұмыстарда істейтін болады. Сосын ауыл ішін аралап байқасақ, ауылдағы мектеп құлайын деп тұр екен. Сол мектепті жөндеп береміз деп отырмыз. Ауылдың ауыз су мәселесі де мәз емес. Соны шешіп береміз. Спорт алаңының да жағдайы мәз емес, қирап тұрғанын көрдік. Оны да жөндеп беріп, жаңа құрылғылар орнатсақ. Сосын ауыл тұрғындары арасынан балаларға жаттықтырушылар алудамыз. Кейін біз мұнымен шектелмей, балабақша құрылысын бастауды да ойладық. Ауылдың өсіп келе жатқан балалары жоғары оқу орындарына түсу үшін сапалы білім алу керек қой. Жоғары техникалық білім алып, кен орнына далалық жұмыстарға қатысатын маман ретінде емес, жауапты жұмыстар атқаратын инженер болу керек. Қазірге осы, кейін тағы ойлана жатармыз деп, әріптестерім шешімдерін баяндап берді. Мен жарайды қолдаймын дедім. Осындай дүниелерді жоспарладық. Барлығы бос сөз болып қалмап бекен деп, жақында қоңырау шалып, бар жоспарымызды шын мәнінде іске асырғанымызды анықтадым. Бірақ бұл оқиғаның соңы емес. Оқиғаның соңы деуге келмес, белгілі бір кезеңі деген дұрыс шығар. Айтпақ оқиғам 2009 жылы ақпанда. Мен сотталардан бірер ай бұрын ғана болған еді. Біз жапондық серіктестерімізбен оқиғаға өзек болған кен жұмысының ашылу салтанатын өткізіп жатқанбыз. Аталған шараға Жапонияның Қазақстандағы елшісі, Жапония министрінің орынбасары, Марубейни президенті, сондай-ақ Тошиба компаниясының президенті Нишида-сан қатысты. Нишида-санның жанында тұрғанымда ол кісі маған: Жакишев-сан, менің бір байқағаным, жапон жұмысшылары мен қазақстандық жұмысшылар ұқсас екен. Мен бір оқиғаның куәсі болдым. Кетіп бара жатқан көлік дөңгелегінен балшық шашырап, цехтың қабырғасын бүлдіріп кетті. Жанынан өтіп бара жатқан бір қызметкер былғанған қабырғаны көріп қалып, шүберек әкеп тазалап сүртіп қойды. Біз бірге жұмыс істеп жүрген әлемнің кез келген елінде, мейлі ол Америка я Еуропа елдерінде болсын, ешбір қызметкер мұндай іс істемейді. Өйткені бұл оның тікелей жұмыс міндетіне кірмейді. Мұндайға жапондық жұмысшымен бүгін көзім жетіп отырғандай, қазақтың жұмысшысы бейжай қарай алмайды. Бұл сол 2007 жылы шу шыққан кен орнын ашқанда ғой? Ең маңыздысы, қабырғаны сүрткен қызметкер біз арнайы дайындықтан өткізген сол Байкенже ауылының тұрғыны. Ертеректе әріптестерім ештеңеге қызықпайтын, маргиналданған топ мүшесі, оны түрмеге тоғыту керек дегендердің бірі болып шықты. Міне 2 жыл бұрын ғана осы азаматқа әлгіндей баға берілген еді. Сол бір бұзақылықтан кейін, тура 2 жылдан соң қалай болғанын қараңызшы. Мен әріптестеріме бұрылып:
Қалай, әлемге танымал Toshiba компаниясының президентінің айтқаны ұнады ма? Олар иә деп. Ал ол адам кезінде сендер шаң тозаңдай тоздырамыз деген адамдарың ғой. Сендер өзгермейді деп айтқан. Оның болашаққа жолын таңдауға мүмкіндік бермей түрмеге аттандырмақшы болған жан. Оның қалай өзгергенін көрдіңдер ме? Ол енді біздің компанияның ғана мақтанышы болып отырған жоқ. Ертең Toshiba президенті шет елдерде іс сапармен жүргенде қазақ жұмысшыларының өз қызметіне деген көзқарасы дәл жапон жұмысшыларының көзқарасындай деп айтып жүретін болады деді. Сөзінің соңында Нишида-сан, енді біз өз инвестициямыз үшін алаңдамаймыз. Өйткені жұмысқа осындай көзқараспен қарайтын қызметкерлер жұмыстың алға басу үшін қолынан келгеннің бәрін жасайтын болады. Міне, мен бұл оқиғаны неліктен айттым. Қазір әлеуметтік желілерде туындап жатқан сұрақ көп. Қоғамда пайда болған үлкен маргинал топ барлық бұзақылықты жасапты. 15 жыл. Ұрлыққа қатысты. 2007-тен бері 15 жыл. Көпшілік бұл мәселені мүлдем шешілмейтіндей көріп, оны болашағымызға балта шабатын жайт ретінде бағалап отыр. Өйткені аталған адамдарды түзетуге келмейді. Ал мен айтқан оқиға, біз қазір сырттай маргинал санап отырған үлкен әрі кең тараған топ, дәл сол адамдар бізді әлі жақсы жағынан таңғалдыруы мүмкін. Маған сеніңіз, олардың ішінен біз мақтан тұтатын үлкен азаматтар шығуы мүмкін. Бірақ ол үшін аталған жандарға болашақтың жарқын боларына, дамуға мүмкіндіктердің бар екенін көрсету керек. Міне дәл сол бір әлеуметтік эксперимент, ал оны әлеуметтік эксперименттеуге негіз бар, осы аталған оқиғалар да қазіргі қаңтардағы оқиғаларға ұқсас. Қазіргіден өзгешелігі, кен орнында төбелес шығарған бұзықтардың арасында бейбіт азамат болған жоқ. Олардың барлығы, яғни төбелеске қатысқандардың барлығы тырнақшаның ішіндегі террористер болады. Біз оларға мүмкіндік бердік, ал олар бізді керемет таңғалдырды. Жақында жай ғана ертеректе қолға алған жобалар, өзім көргім келген іс жүзеге аспай қалды ма деп уайымдап, әріптестеріме қоңырау шалып, сол бір ауылдың мән-жайын білген едім. Бұрынғы әріптестерімнің айтуынша, шындығында біз салған балабақша мен мектептен бүгінде Байкенже ауылының мақтанышына айналған кен орнында жұмыс істейтін бір топ инженерлер шықты. Олардың әкелері бір кездері қарапайым жұмысшы болған болса, қазір балалары инженер болып жұмыс істеп жүр. ИТЖ болды ма? Иә, олар қазір ИТЖ болды. Көрдіңіз бе? Бұрындары ол ауылдың интеллигенциясы тек зоотехниктер мен ұстаздардан ғана құралған болса, енді онда инженерлер мен өрімдей жас бір қауым инженерлер болып жұмыс істейтін тап пайда болды. Өйткені одан бері қанша? 15 жыл. 2007-тен бері 15 жыл. 15 жыл. 2007-ден бері 15 жыл. Жоқ, нақты айтсақ 14 жарым. Біз балабақшалар салатынбыз. Біз бір балабақшаны ашқанымыз есімде. Сөз қылып отырған ауылда емес, басқа бір саман кесектен салынған жатаған үйлері қаз-қатар тізілген ауылға, ауылдың ортасына 2 қабатты заманауи керемет ғимарат салғанымызды көз алдыңызға елестетіңізші. Сол балабақшаның ашылуына облыс әкімі де келіп қатысты. Сонда әкім маған, осындай жұтаң ауылға мынандай салтанатты балабақшаны салудың қажеті бар ма деді. Мен ол кісіге неге қажеті жоқ? Мына ауылдың балалары қала балаларынан қай жері кем? Тек географиялық басқа жерде туғанында ма дедім. Сосын бір дүниені түсініңіз. Осы сияқты балабақшаларды салу арқылы біз балаларға кішкентай кезінен сұлулыққа, өмірдің өзгеше бола аларына үйретеміз. Бала өз жолын табуға қуат алып, өмірін жақсы жаққа өзгертуге талпынатын болады. Өйткені осындай балабақшада тәрбие алған бала өркениеттің игілігін саман кесектен салынған үйінен емес, осы жерден көріп, неге ұмтылу керегін аңғара бастайды. Бұл алғашқы бірінші қадам. Келесі қадам балаға жоғары білім беретін мектеп. Су жаңа жөндеуден өткен мектеп. Бала мектепке қалың күртеше киіп бүрсеңдеп отырып қайтуға емес, нақты сабақ оқу үшін бару керек. Құр бармай білім алуы тиіс. Сапалы білім алып шыққан бала ары қарай білім қуып, оқуын да ары қарай жалғастырады. Оған Қазатомпром көмектесетін. Біз балаларды
дәл Байкенже ауылындағыдай бағыттап, Томскідегі техникалық, басқа да жоғары оқу орындарына түсіріп, стипендия тағайындап отыратынбыз. Міне, сол бір ауыл балаларына балабақшада жүргенде пайда болған мақсатына жетуге көмек қолын созатын боламыз. Жатаған үйде емес, жарқын болашаққа ұмтылуға көмектесеміз. Сондықтан мен бұрынғы әріптестеріме қоңырау шалып, қазіргі жағдайды сұрағаным да сол. Өйткені мен қазір мұнда бір нәрсе айтып, ал онда қандай да бір жоспарымыз іске аспай, жағдай өзгеріп кетсе дегенім ғой. Мені түрмеге қамады. Одан бері бәрі өзгеріп кетуі де мүмкін еді. Бірақ қуантатыны, біз дәнін еккен ізгілік өз жемісін беріп үлгерді. Мұхтар Еркінұлы, барлығы да түсінікті. Сіз сол оқиғаның салдарын ынтымақтастық арқылы жойып, адамдарға оқуға мүмкіндік беріп, таңдау ұсындыңыз. Менің ойымша біздің қоғамға да, менің сенімім, жеке пікірім бойынша, осындай бір бітімгершілікке келу керек сияқты. Алаңға шығып, тіптен теріс ұстанымда болған адамдарды түсінуге тырысу керек. Олар ұры қарының арасында болды, бұзақылық жасады. Соған қарамастан оларды да қоғамға кіріктіріп, қоғамның басын біріктіру қажет. Ол үшін не істеу керек? Бұл Алматы, үлкен қала, кішігірім ауыл емес. Қала орталығында дүкендер тоналды. Саны да аз емес, 20-30 мыңның арасында. Бұл тым көп адам. Түсінесіз бе, бізге ең алдымен біріншіден біздің қоғам арасына түскен сызат асқынып кетпес үшін мынаны істеу керек. Мен қазір өз отандастарымның тағдыр талайына әсер ететін қандай да бір шешім қабылдап отырған жандарға қаратып айтқым келеді. Шешім қабылдар алдында бұл адамдар сіздің отандасыңыз екенін бірінші кезекке қойыңыз. Өмір алма кезек. Олардың басына туған күн сіздің басыңызға келмесіне ешкім кепіл емес. Ең бастысы бұл сіздің халқыңыз. Сізде одан басқасы жоқ. Сондықтан да шешім қабылдап жатқанда, күнәсіз адамды әділетсіз сөгіп жатыр мынау дегендей титтей де күдігіңіз болса, таразының басын сіздің отандасыңыз саналатын, сізге ең жақын адамға қарай бұрыңыз. Сізде ол адамнан жақын ешкім жоқ. Ешбір америкалық болмаса, ешбір француз сізге бір ту астында өмір сүретін сол кісідей жақын болмайды. Өйткені біздің ұмтылысымыз бірдей, әрі мақсатымыз да бір. Сіздің бала-шағаңыз осы елде өмір сүреді. Сіз де осы елде ғұмырыңызды өткізіп келесіз. Бәріміз де осы елдің жақсы жаққа өзгергенін қалаймыз. Артымыздан қалған балаларымызға мақтан тұтарлық елді аманаттағымыз келеді. Осыны ұмытпау керек. Сондықтан шешім шығарар алдында ол адамдар отандастарыңыз екенін ұмытпауларыңызды сұраймын. Қазірде бақ беттерінде құқық қорғаушылар жұртты азаптап жатқаны, бейбіт шеруге шыққан азаматтарды қинап террористердің санатына енгізіп жатқаны жайында ақпараттар беріліп жатыр. Бір дүниені қаперде ұстаңыздар. Бұлай жасаудың еш қажеті жоқ. Сіздер террорист ретінде көрсетіп отырған қарапайым жандар, алаңда қайтыс болған әріптесіңіздің өліміне кінәлі емес. Бұған үшінші күштер кінәлі. Нағыз зұлым солар. Ал митингке шыққан қарапайым адамдардың арасынан және құқық қорғаушылардың арасынан жапа шеккен жандар үшінші күш талауға тастаған нағыз құрбандар. Өйткені құқық қорғаушылар жапа шекпейтін митинг болмайды. Сол үшін оларға өз жоспарларын жүзеге асыру үшін құқық қорғаушылар тарапынан да, бейбіт азаматтар тарапынан да құрбандар қажет болды. Сіздер мұны түсінулеріңіз керек. Олар сізге жау емес. Бұл жандар сіздердің отандастарыңыз. Сондықтан да оларға өз туғандарыңыздай қараңыздар. Менің қалай сұрайтыным осы. Менің ойымша дәл осы әрекеттер қоғамымызды біріктіру үшін, ұлттық идеяларымызды біріктіру жолында жасалған алғашқы қадам болмақ. Өйткені реформа жасау үшін бізге қоғамның топтасуы, консолидация керек. Аталған бірлік кез келген жағдайда алғашқы қадамнан соң басталады. Олай болса, бірігіп алғашқы қадамды жасайық. Өйткені бүгін жасалған кез келген әділетсіз шешім болашақта міндетті түрде сыртқа шығады және болашақта тіптен еселене түсуі мүмкін. Сөйтіп, тағы бір осындай дүмпу тудыруы ықтимал. Мұны бәрі түсінуі керек. Әсіресе қазірде қолға түсіп, тергеу жүргізіліп жатқан азаматтарымыздың тағдыры қолында тұрған жандар жете түсінсе екен. Мұхтар Еркінұлы, сізбен толықтай келісемін. Бәріміз де бір халықпыз.
ең дұрысы кикілжіңді бейбіт түрде шешудің жолдарын іздеп, болған оқиғаларға дұрыс баға беруге тырысу керек. Осыдан дұрыс қорытынды шығарып, алға қарай жылжу қажет. Бірақ енді не болды, не істеуіміз керек, қандай реформалар жасаған дұрыс, экономикалық па? Әйтеуір осы бір сұмдық қайталанбас үшін, осындай толқулар тумас үшін не істеу керек? Үшінші күш өздігінен килігіп кеткен жоқ қой. Олар бар болғаны халықтың наразылығын пайдаланып кетті емес пе? Халық шынымен де наразы болды ғой. Былай істейік. Егер бұл жағдайға дәл Қазатомпромның басына түскен Байкенжедегідей әлеуметтік эксперимент ретінде қарайтын болсақ, онда сондағыдай бір шешім жол табуға болады. Қоғамнан өз орнын таба алмай жүрген, осыған дейін маргиналданған топ ретінде қарап келген жандардың болашағын осы елдің болашағымен байланыстыратындай жағдай жасау керек. Осы бір жандардың өмірде нақты мақсаты пайда болу керек. Бірінші кезекте жұмыс орындарын ашу аса маңызды. Бұл бірінші кезекте жасалуға тиіс әрекет. Жұмысы пайда болған адамдар маманға айналады. Осылайша өз болашағына деген сенім туып, перспектива пайда болады. Осыдан кейін олардың жұмысқа ынтасы артып, психологиясы да өзгереді. Бұған мысалды жоғарыда келтіріп қойдым. Байкенже ауылында болған оқиғаны айтамын. Бұл бір сәтті эксперимент болды. Бұл қандай да бір гипотеза емес, нақты ойдан құраған факт емес, біздің елде орын алған нақты жағдай, біздің халық арасында болған оқиға. Қарапайым халықтың ішіндегі мысал. Яғни кешегі көшеге шығып содыр болған халықтың мысалы. Тіптен бұл алаңға бейбіт түрде шыққан халықтың оқиғасымен емес, алаңды талқандап, ары қарай дүкендерді тонап, үшінші күштің артынан еріп, бейберекетсіздікті өдете түскен содырлардың оқиғасымен сабақтасады. Шынтуайтында, менің ойымша, саяси реформалар жасамай, экономикалық реформаларды жүргізу мүмкін емес. Қазір ойымды тарқатып айтамын. Бізде үнемі алдымен экономика, сосын барып саясат деген бір бұлыңғыр идеямен алдап келгенін ұмытпаған шығарсыздар. Шын мәнінде, менің ойымша, бұл идея түбірмен қате. Оның қате екенін бір ғана қарапайым дәлел келтірейін. Өкінішке қарай, дамудың 10 түрлі жолын қарастыра отырып, жақсысын таңдап алу үшін Қазақстанды 10 түрлі жолға сала алмаймыз. Бірақ бізде өзгелердің қателігін талдай алар мүмкіндік бар. Жай ғана қарап көрелік. Мен өз ойымды мысалдар арқылы сабақтап көрейін. Оңтүстік және солтүстік Корея мысалын қарастырайық. Екеуі де бір халық, бір менталитет, бір тіл, бір мәдениет, бірдей еңбексүйгіштік, бәрі де бірдей. Олай болса, екі елдің айырмашылығы неде? Бар болғаны саяси жүйесінде. Болды. Әлемдік экономикаға. Саяси жүйелері әртүрлі болғандықтан, бір ел молшылықта күн кешсе, екінші елді аштық жайлаған. Бұрынғы ГДР мен ФРГ-ның Германияның туы астына біріккеннен кейінгі жағдайын алайық. Шығыс Германияға Батыс Германиямен теңесу үшін аз дегенде 10 шақты жылдай уақыт керек болды. Мұнда да айырмашылық неде? Екі елде де сол неміс халқы тұрады. Екі елде бір тілде сөйлейді, халқы бірдей еңбекқор, менталитеті де бірдей. Тек саяси жүйесі ғана әртүрлі. Сондықтан да саяси жүйе нарықтық экономиканың дамуы үшін және жалпы елдің экономикасы үшін аса маңызды екенін түсіну қажет. Жалпыға түсінікті тағы бір мысал келтірейін. Бұрындары Стив Джобсқа қатысты айтқаным есіңізде болар. Оқуын да аяқтамаған бір студент капиталы тұтастай Ресей елінің капиталынан асып түсетін Apple компаниясының негізін қалады. Көз алдыңызға елестетіңізші, бір тарапта оқуын аяқтамаған студент, екінші тарапта Ресей елі. Әлемдегі жер жөнінен ең алып мемлекет, халқының саны 140 миллион адамға жететін, шикізат қоры ең бай ел, оқуын аяқтамаған студент құрған бір ғана компаниядан байлық жағынан қалыс қалып отыр. Осыдан-ақ оның Американың экономикасына қосқан үлесін барлай беріңіз. Алдымен оның өз мемлекеті Американың экономикасынан бастайық. Өз елінің экономикасына қаншалық үлес қосты, қаншама жаңа жұмыс орындарын ашты. Ал енді мынандай бір жағдайды елестетіп көрейік. Бір америкалық ағашқа көке бар дейік. Оның Стив Джобсқа қарап отырып санасына бір ой келеді. Моральдық тұрғыдан ол ағашқа Қазақстандағы ағашқадан еш айырмашылығы жоқ деп есептейік. Бұлай болса, оның санасына бірден, Стив Джобстың бизнесін тартып алсам жаман емес. Ағашқа болып отырып, байлықтан қағылғаным жарамас, деп өз ойын, арам пиғылын жүзеге асыра бастайды.
Америкада солай болса, оның ойы жүзеге аса ма? Жоқ, әрине. Бұлай болуы еш мүмкін емес. Неліктен деп ойлайсыз? Тәуелсіз бақ бірден шу шығарады, тәуелсіз прокурор оған бірден қылмыстық іс қозғайды, ал тәуелсіз сот оны темір торға тоғытады. Мұнымен ғана тоқталмай, ол ағашқа бірден орнынан айырылады, өйткені оны халық сайлайды ғой. Бұл әрекетінен кейін сайлаушылардың бәрі одан теріс айналып, барлығы бітеді ол үшін. Енді Қазақстанға келейік. Бізден де Стив Джобс шықты делік. Ол Apple өнімін жасай алады деп ойлайсыз ба? Appleға жетпей тұрып, алғашқы қадамдарын жасай бастағанда, Макинтошты өндірген кезде ақ түрмеге түседі. Неге? Өйткені біздің ағашқаны кім тоқтата алады? Тәуелсіз басылымдар ма? Бізде ондай жоқ. Тәуелсіз соттар ма? Ол да жоқ. Сөзіме сеніңіз. Осы уақытқа дейін неше сотты көрдім, бірде-бір тәуелсіз сотты көрмеппін. Өкінішке қарай, мен бірде-бір сотқа мәртебелі сот деген сөзді қарата айта алмаймын. Олардың ешбірі бұған лайық емес. Тәуелсіз прокуратураның да сиқы сондай. Қазірге дейін көрмедім. Болған бір қызық жағдайды айтып берейін. Қарағандыға лагерге түскен кезде мені соққыға жыққандары есіңізде ме? Долинкада ғой. Долинкада. Мұнымен прокуратура айналысты. Сонда прокуратурада бір жас қызметкер болды. Институтты жаңа бітіріп келген болса керек. Сол жігіт маған: Мұхтар Еркінұлы, мен анығына жетудің жолын таптым. Барлығы пропускпен өткен екен. Сол бойынша сосын камералардан қарап, сізді кім ұрғанын анықтай аламыз. Қазір басшылыққа барып мәлімдеймін. Сізді соққыға жыққандарды табамыз деді. Сосын бір аптадан кейін маған қайта келіп, алдыңыздан өтейін деп келдім. Басшылықпен сөйлестім, сөздің қысқасы олар маған бәріне тиым салды. Сондықтан бұл сөзбен соңғы рет кездесу. Жұмыстан кету туралы рапорт жаздым. Заңға бағынбайтын прокуратурада жұмыс істегім келмейді. Ары таза бір ғана прокуратура қызметкерін көргенім сол. Оның өзі прокуратурада 3 ай ғана жұмыс істеп, өз қалауымен прокуратурадан кетті. Өйткені ондағы лас істер оның идеалдарына сәйкес келмеді. Тәуелсіз прокуратураға қатысты айтарым осы. Одан кейінгісі конструктивті оппозиция. Конструктивті оппозиция болуы керек. Ал конструктивті оппозиция болмайды екен, онда ренжімеңіз. Халықтың пікірін қайтадан көшеден еститін боламыз. Конституциямызда арнайы енгізілген конституциялық жолдар арқылы емес, көшеден. Халық өзінің мұң-мұқтажы мен ойын жоғары жаққа конституциялық жолмен, яғни өз арасынан шыққан өкілдері арқылы, депутаттар арқылы жеткізе алмаса, онда олар дегеніне митингке шығып, төңкеріс жасап, осындай жолдармен жететін болады. Мұны бәріміз көрдік. Оны тағы пиғылы арам күштер пайдаланып кетуі мүмкін. Оларды былай қойғанда билікке таласы да былай құрсын. Ең сорақысы, біз солардың кесірінен бұған түк қатысы жоқ отандастарымыздан бостан-босқа айырылып қаламыз. Сондықтан не жағдай болды деген сұрақтың жауабын табуымыз керек. Саяси қайта құрулар қажет. Бәріміз болған оқиғадан сабақ алып, қорытынды жасауымыз керек. Олай болмаған жағдайда халық арасынан болсын, құқық қорғаушы органдар арасынан болсын, қаза тапқандардың өлімі түкке тұрғысыз болғандай болып қалады. Жанын жайдан жай қиғандай болады. Ең болмағанда осыдан жақсылап сабақ алып, болашақта мұндай оқиғаның қайталанбауының, біздің балаларымыздың басына түспеуінің алдын алуымыз қажет. Сондықтан саяси реформалар аса қажет. Бұл биліктің ғана мәселесі емес. Бұл біреулер билікке ұмтылып, жайлы орынға жайғасқысы келеді деген сияқты мәселелер де емес. Бұл жай ғана фундамент, экономикалық ғимараттың берік іргетасының қалануына тірелетін мәселе. Еліміздің тұрақтылығы. Фундамент болмаса, төбесі көк тіреген зәулім үйді тұрғызу мүмкін емес. Бұл экономиканың қалыпты дамуына қажет іргетас. Біздің арамыздан да Стив Джобстар шығып, жұмыс орындарын ашу үшін көптеген талантты адамдар ел арасынан шықса, олардың барлығына бірдей мүмкіндік беру үшін керек іргетас. Мысалы, біз үнемі жас түріктер буынын еске алып отырамыз. 90-шы жылдары не болды? 90-шы жылдары нағыз кәсіби басшылар тобы қайдан пайда болды? Ал одан кейін ондай топ болмады. Неге? Мынадай жағдай болды. Ол кездегі билік бизнеске көңіл бөлмеді. Сондықтан осы топ кәдімгі еркін бәсекелестіктің нәтижесінде өсіп шықты. Ал енді біздің жас түріктер деп атап жүргендерімізді алайық.
олардың ешбірінде, ешқайсында бастапқы капитал да, тіреп тұрған ата-анасы да болған жоқ. Олар тіреуі бар, үлде мен бүлдеге оранған ұрпақ емес. Олар мемлекет тіпті пысқырып та қарамаған, дәл сол бәсекелестікте өсіп, жетіліп шыққандар. Егер сіз бен біз табыс табуға барлығының мүмкіндігі тең болатындай бәсекелес ортаны қалыптастыра алсақ, таңдайымызды қақтырар талай жастар суырылып шығар еді. Оларды көріп, біз шетке ығысар едік. Олар бізге қарағанда білімді, сауатты, күш-қуаты да бізден асып түсетін жастар болады. Және бұл өте тез шығуы мүмкін. Мұның бәрі өте жылдам, әп-сәтте болады. Жүйе әділ болғанда экономикада қарқынды дамиды ғой. Өйткені бәсекенің нәтижесінде бәсекеге қабілетті тұлғалар да қалыптасады. Саясатқа да осы дүние керек. Саясат та бәсекеге қабілетті болу керек. Яғни саясаттағы адам әділ сайлаушылардың дауысы үшін бәсекеге түсу керек. Оны тағайындаған адамның сөзінен шықпай отырудың орнына қазіргідей. Сайлаушылардың дауысы бірінші кезекте болуы шарт. Осыны жүзеге асыра алсақ, саясаттағы адам әр сайлаушының дауысы үшін бәсекеге түсетін болады. Сонда олар сайлаушыларды тыңдауға мәжбүр болады. Конституциялық органдар арқылы, яғни парламент арқылы, заң қабылдау арқылы сайлаушылардың мүдделерін қорғайтын болады. Сонда митингтің де, төңкерістің де түкке керегі болмай қалады. Түсініп тұрсыз ғой? Күштеу, жәбірлеу дегенге еш қатысы жоқ реформалар іске асады. Міне, осы маңызды. Егер бұлай болмаса, қайталап айтам. Халық өз дегенін қандай жолмен жеткізеді? Егер маңызды шешім қабылдайтындарды халық сайламаса, олар халық үнін естімесе, тіпті қызықпаса, оның соңы не болады? Міне осыны қазірден шешу керек. Өйткені бұл мәселені шешпеу болашаққа мина сақтаумен бірдей болады. Ал ол түбі жарылмай қоймайды. Мұның соңы алапат жарылысқа кеп соғады. Қаңтардағыдай ғой. Түсінікті, мен сізбен келісемін. Саяси реформалар сөзсіз қажет. Ал енді экономикалық қайта құрылуларға келсек, бұған не дейсіз? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Әңгімені фундаменттен бастадық. Енді бірте-бірте ғимарат тұрғызамыз. Біріншіден мен әуел баста ең болмағанда параллель жүргізілетін нәрсе фундамент, яғни саяси реформаларды жүзеге асыру керек дедім. Ары қарай, енді ғимарат тұрғызуға көшейік. Мен әрине сәуеге емеспін. Сұрақ біткеннің бәріне жауап бере алмаймын. Бірақ сізбен бірге сұрақтардың арасында сіздің ойлау алгоритміңізге қатысты сұрақтар да болды. Ойланып талқылап көрейік. Біріншіден, тағы да сол Қазатомпромда өткізген әлеуметтік экспериментті еске түсірейік. Турасын айтқанда, ол өте сәтті жоба болды деп ойлаймын. Мүмкін дәл сол эксперимент бізге қазіргі жағдайды еңсеруге мүмкіндік беретін жол шығар. Бізге жұмыс орындары қажет. Ол үшін неден бастаймыз? Менің ойымша қазір жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға анализ, талдау жасау керек. Еңбекақысы жоғары кәсіпорындарға, біліктілікті арттыруды қажет ететін кәсіпорындарға, яғни жұмысқа қайта қабылданатын қызметкердің білімін шыңдауы, ең болмағанда жұмыс орнына білімін толықтыру деген дүниелері бар кәсіпорындарға анализге. Осы кәсіпорындарды алып қарап, өзімізге сұрақ қояйық. Олар жұмыс орындарын көбейте ала ма? Оларға не кедергі? Нарық па, қандай да бір мемлекеттік шектеулер ме, не кедергі жасап тұр? Осыған анализ жасағаннан кейін біз осы табысы жақсы, жұмыс істеп тұрған, аяғына нық тұрған кәсіпорындарда жұмыс орындарын көбейтуге қажет қор табуымыз мүмкін. Жұмыс істеп тұрған әрі болашағы бар жұмыс орындарын құра аламыз. Мен бұған кепілдік бере аламын. Оның үстіне бұған айтарлықтай көп қаражат кетпейді. Өйткені ол қазірдің өзінде табысы жақсы кәсіпорын. Тіпті сауда-саттық жасайтын дүңгіршек ашып көрмеген, мен мұнда қала, бақша, зауыт салам деп көлгірсіп, соңынан жоқ болып кететіндерге ақша бергенше, сөйткеніміз жөн. Осы 30 жыл ішінде көріп келгеніміз. Осының бәрін, осы бутафорияны көрдік, жетеді. Ары қарай, нені дамыту қажет? Мұнда екі нәрсенің басын ажыратып алайық. Бірінші, импортты алмастыруға байланысты мәселе деп айтуға болады. Екінші нәрсе, жаңа өндірістерге қатысты мәселе. Енді мен ақша тарихына кішкене тереңірек көңіле кетейін. Мен бұл жерде фиат ақша, алтын қоры, алтын баламасы туралы айтып бастарыңызды қатырмаймын. Оны оңай тілмен түсіндіріп беруге тырысамын. Мынау мемлекет.
Бұл елде сауда жасау үшін біз ақша енгіздік. Өйткені салыстырмалы түрде мынау бір стақан суға пиджакты айырбастауға келмейді. Және сол сияқты. Бізге балама қажет. Бұл ақшаны біз енгіздік, ол ақшамызды теңге деп атадық, және бұл ақша қазақстандықтардың осы ақшамен төлеп өзіне қажетті тауарды алуына арналған. Әрі қарай, енгізілген валюта ол іс жүзінде тек осы елдің ішінде ғана маңызды. Осы қағазбен егер сіз айналаңыздағы әлем үшін ештеңе өндірмесеңіз, айналаңыздағы әлемде ештеңе сатып ала алмайсыз. Яғни, бұл қағаз сіздің еліңізде, сіз тек өз еліңіздің тауарларын сатып ала алатын, және сол ақшаға тек өз еліңіздің тауарларын сата алатын ақша. Бұл қағаз ел ішінде. Егер ел өз елінен тыс, яғни өз мемлекетінен тыс жерлерге экспортқа шығара алатын нәрсені өндіре бастағанда, бұл қағазды айырбастауға және қолдануға болады. Онда басқа елдердің қағаздарын ала отырып, біз сол елдердің тауарларын осы қағаздарға сатып ала аламыз. Осылайша аталмыш халықаралық тауар бөлінісі жүріп отырады. Біреу телефон шығарады, біреу машина жасайды. Біз неміс машиналарын, жапон машиналарын сатып аламыз. Корей не америкалық телефондарды сатып аламыз, және тағы сол сияқты. Біз мұны тек америкалықтарға, жапондарға, корейлерге және тағы басқаларына қажет тауарды жеткізгендіктен жасай алып отырмыз. Бұл тауар, егер біз Қазақстан экспортының құрылымына қарайтын болсақ, ол шикізат. Егер біз тауарларды елден тыс жерлерден әкелгеннен гөрі көбірек шығаратын болсақ, бұл елдің оң сауда теңгерімі деп аталады. Бұл жалпыға түсінікті болу үшін екі сөзбен айтып отырмын. Егер біз аз шығарып көбірек әкелсек, бұл елдің теріс сауда теңгерімі. Біздің валютаның күші сауда балансына байланысты. Сонымен қатар біздің экспорттың импорттан басым болуына байланысты. Бүгінгі таңда біз тек шикізатты сатамыз. Бізде интеллектуалды меншік болатын ештеңе сатпаймыз. Шикізат таусылғанда бұл берекелі уақыт аяқталады, және бізде сауда жасайтын ештеңе қалмайды. Біз қазір не сататынымызды, қалай басқаратынымызды қарастырып көрейік. Егер біз қазір тұтыну қоржынына қарайтын болсақ, қарапайым қазақстандықтың тұтыну қоржыны бірінші кезекте бұл тамақ өнімдері. Мен қазақстандықтардың көпшілігі таңертеңнен кешке дейін ай сайын қосымша қандай да бір электрондық техниканы немесе тағы бір нәрсені сатып алады деп ойламаймын. Бірінші кезекте Қазақстан отбасыларының 90% ақшаны азық-түлікке жұмсайтын шығар. Оның ақшасы осыларға ғана жетеді. Қандай да бір гаджеттер, қандай да бір электроника, машина, сәнді тауарлар үшін 90, тіпті 95% халықтың ақшасы жоқ. Сондықтан бұл қатардағы қазақстандықтың негізгі тұтыну қоржыны азық-түліктен тұрады дегенді білдіреді. Енді осы қоржынға көз жүгіртейік. Онда шын мәнінде қазақстандық өнімдердің көп емес екенін біліп таңданасыз. Онда біз өзіміздің жер қойнауымыздан келіп түскен ақшаға ғана сатып ала алатын валютаға сатып алатын өнімдер жеткілікті. Біздің жер қойнауымыздың қоры біткелі жатыр. Біз таусылып жатқан жер қойнауымыздан түсетін осы ақшаға азық-түлік сатып аламыз. Біз оларды тұтынамыз, және айталық организмінің физиологиясына байланысты 1-2 күннен кейін ол тіпті тауар емес, канализацияға, кәрізге кететін өнімге айналады. Осылайша бізде мынандай айналым жүреді. Мұнай жер астынан, металл жер астынан, пайдалы қазбалар жер астынан шетелге сату, мұнда азық өнімдерін әкелу, ал соңында біздің байлығымыз неге айналады? Кәрізге. Бұл үдеріс бізде 30 жылдан бері жүріп келеді. Енді бірінші кезекте ең болмағанда экспорт үшін тапқан қатты валютаны боққа айналдыруды доғарайық. Қазақстандықта бар осы қоржындағы өнімдердің басым бөлігін қазақстандық өнімдерге ауыстырайық. Сонда біз бұл өнімдерді долларға емес, қатты валютаға емес, оны ішкі валютамыз теңгеге сатып ала бастаймыз. Бұл жұмыс орындарын ашуға, ең болмағанда доллар бағамына тәуелді болмауға мүмкіндік береді. Ал доллар бағамы өзгерді делік. Оның сізге не келіп кетері бар? Егер сіз барлық есептерді теңгемен жүргізетін болсақ, біздің өзіндік құнымыз теңгемен қалыптасатын болса. Әрине, мен бұл идеялар туралы айттым.
Олар маған ауыл шаруашылық бағдарламаларының көп болғаны туралы, соңында олардың еш нәтиже бермегені туралы сындардың болғанын айтты. Ендеше олардың неге еш нәтиже бермегенін анализ жасайық, талдайық. Бұл өте маңызды ғой, иә? Бизнесте де солай. Сіз бірдеңе жасайсыз, ештеңе шықпайды. Сіз бірақ мен оны істемеймін, ол нәтиже бермеді демейсіз ғой. Неліктен нәтиже бермегенін талдайсыз. Егер сіз кедергілердің қандай да бір жолмен еңсерілмейтінін көрсеңіз, осы бизнес саласымен айналысуды доғарып, басқасын жасайсыз. Немесе сіз өз қателеріңізді тауып, оларды түзетесіз және соңында табысқа жетесіз. Осы ауыл шаруашылық бағдарламаларына бөлген қаржы неліктен нәтиже бермеді? Талдап көрейікші. Бұл бағдарламалардың нашарлығынан емес. Тек бұл ақша іске асыра алатын адамдарға жетпеген шығар. Бәлкім құралдар сәйкес болмаған шығар. Онда құралдарды өзгертіп, осы бағдарламаларды жалғастырайық. Қосымша құнды жасайтындар мен осы ақшаны бөлетіндер арасында нақты кері байланыс жасайық. Олардың арасындағы делдалдарды алып тастайық. Тек жай ғана талдау қажет, алайда бұл импортты алмастыру керек. Өйткені біз бұл тұтыну қоржынының құрамын алмастыруымыз міндетті түрде қажет. Ауыл шаруашылығында жасай алуымыз керек қой. Оған қоса, ауыл шаруашылығы бізде аумақтар бар. Ол жерде пайдалы суарылмайтын егіншілікпен, тәуекелді жер өңдеумен әртүрлі аймаққа байланысты мәселелер бар екені анық. Бірақ біріншіден, әрқашан қайта өңдеуді арттырып, аймақтарға бөлуді қарастырып, дұрыс жүргізуге болады. Бір жерде мал өсіруге, білмеймін, екінші бір жерде ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіруге болатын шығар. Шығу жолын әрқашан табуға болады. Жай ғана ойлану керек, иә? Мәселелермен бетпе-бет келген кезде әрқашан шығу жолдары мен шешімдерді табу керек. Ақымақтық жасап бір қателікті қайта-қайта жасай бермейді. Алайда бұл бағдарлама шын мәнінде... Яғни мәселе тағы да адамдарда немесе ынталандыруда ғой. Бұл бағдарламада тұрған мәселе емес. Бұл оны жүзеге асыру мәселелері. Адамдарда ма, іске асыруда ма, ынталандыру жүйесінде ме, неде екенін білмеймін. Оның барлығын жай ғана анықтау керек. Ауыл шаруашылық өнімдерін көбейту, қайта өңдеуді ұлғайту және тағы басқа үшін ақша таба алмай отырған адамдардан оларға не кедергі жасап тұрғанын анықтап білуіміз қажет. Бар болғаны осыған. Кез келген мәселенің шешімі бар. Алайда кез келген мәселе кейде бір ғана тепкіден шешімін тауып кетпейді. Соңында жетістікке әкелетін көптеген қадамдар жасау керек. Бірақ мұны жасау қажет, ештеңе болмай жатыр деп құр сөз айтып қана қоймай. Өйткені бізде көбіне қалай болады. Мысалы, Арман, мен сізге қазір былай десем, жүректі шунттау бойынша сен ота жасауың керек десем, сен маған айтасың. Бұл адам маған өте жақын, бірақ менің біліктілігім жоқ, қолымнан келмейді дейсіз. Ал бізде көп жағдайда бағдарламалармен, бизнес бағдарламалармен біліктілігі жоқ, қалай жасау керегін білмейтін адамдар айналысады. Оларда ешқандай тәжірибе жоқ, бірақ олар салаларды қалыптастыру бағдарламаларын басқарады. Егер ол коммерциялық дүкеншікті де ашпаған болса өмірінде, мұндай нәрсені қалай жасау мүмкін? Оның бизнестен еш хабары жоқ, түсінесіз бе? Онда мәселе осы позицияларға тағайындалған адамдарда. Міне, ішкі тұтыну қоржынына қатысты жағдай осы. Енді жаңа өндірістер, жаңа жұмыс орындарын қалыптастыруға келсек. Мұнда да барлығы бетінде жатыр. Бетінде мұнай, біз үнемі сол мұнай туралы айтамыз. Кезінде аз ғана уақыт мен энергетика министрінің орынбасары болдым. Көпшілік мұны біле бермейді. Бұл кезең тура мына жағдаймен байланысты болды. Мені президент шақырып алып, былай айтты. Маған еліміздің мұнай-газ саласын қайта ұйымдастыру керек. Маған сырттан қарап, бақылап, қай жерде қайта ұйымдастыру керек екенін айтатын тәуелсіз адам керек. Саған осы тапсырманы орындауға қанша уақыт керек деді. Мен маған мұнай-газ саласын зерттеп, өз шешімімді айту үшін 3 айдай уақыт керек дедім. Ол кісі жақсы, сен 3 айға министрдің орынбасары болып тағайындалдың деді. Мен бұл лауазымды 4 ай атқардым, бірақ 3 ай ішінде мұнай-газ саласын өзгерту бойынша бағдарламаны жазып шықтым. Мені таңғалдырған не екенін білесіз бе? Іскерлік сапарлардың бірінде Малайзиядағы Петронас компаниясында болдым. Бұл сапарды Shell компаниясы ұйымдастырды. Олар мені Малайзияға алып келді. Петронас компаниясымен таныстырды. Мені таңғалдырған нәрсе, олардың мұнайды аз өндіре тұра, бізге қарағанда әлде қайда көп табыс табуы.
Олардың өндіретін мұнай мөлшері 25 миллион, ал біз ол кезде одан көбірек өндірдік, бірақ олар көп табыс тауып, әлемдегі ең кірісі көп мұнай компаниялардың ондығына енді. Мені қызықтырған алғашқы нәрсе, қалай? Біз әлде қайда көп өндіреміз, бірақ кірісіміз олардан әлде қайда аз. Барлық мәселе сауда құрылымында екенін түсіндім. Яғни олардың табыстарының 17% ғана шикі мұнайды сату арқылы, ал қалғанның барлығы мұнай химиясымен, қайта өңдеу өнімдері және тағы басқаларға байланысты болды. Біздің мұнай газ саламыз ұтымды болу үшін қосымша құнды арттыру керек екені түсінікті болды. Мен дәл осы тұжырымда мұнай химия дамуының қажеттілігі туралы жаздым. Осының бәрін келген соң президентке мәлімдедім. Бұдан кейін ол лауазымнан кеттім. Мен негізі еркіндікке, жеке бизнеске барғым келді, бірақ мені Қазатомпромға кері қайтарды. Сосын біз ол жерде зерікпес үшін Қазатомпромды әлем бойынша нөмірі 1 компания жасадық. Сол жерде мұнай газ саласында жұмыс істей жүріп, мен көптеген нәрсеге қайран қалатым. Біріншіден, біз кен орындарын жабдықтауға қатысты не істей аламыз? Бұл капиталды өте көп қажет ететін процесс. Біз Қазақстан аумағында жасалған жабдықтар ғана орнатылады деген шарт қоя аламыз. Бірақ оны тура келесі айдан бастап осылай болады деп кесіп айтуға болмайды әрине. Белгілі бір мерзім беру керек. Сосын айтасыз, осы мерзім ішінде осыншама болу керек, Қазақстан аумағында осынша жабдық жасалу керек деген сияқты. Ары қарай белсенді түрде айналысасыз. Мысалы, әлемде ең үздік мұнай айдау қондырғыларын өндіретін компаниялар болса, сол үздік өндірушілерді Қазақстанның аумағына шақырасыз. Олар осында қазақстандық жұмыс орындарын қазақстандық инженерлермен бірлескен кәсіпорын ашсын. Біздің инженерлер алдымен білім алады, үйренеді, сосын осы мұнай саласындағы жабдықтарды өндіруге өздері де белсенді түрде қатыса бастайтын болады. Бірақ Қазақстан аумағында мұнай өндіретін кез келген компания не инвестор қажет жабдықтарын тек осы кәсіпорындардан, және ол біреу ғана емес, бәсеке болу үшін бірнешеуін ашуымыз керек. Сондай бірлескен кәсіпорындардан ғана сатып алатындай жағдай жасау керек. Кезінде 2008 жылы мен Қытайдың атомдық энергетика министрі және досым Сун Чин мырзамен кездестім. Дәл сол уақытта әлемдік дағдарыс басталып жатты. Ол маған Қытай үкіметі ауқымды атом станцияларын салу туралы шешім қабылдағаны жайлы айтты. Дағдарыста әрдайым мемлекет жұмсауы керек. Әрбір жеке отбасы үнемдейді, ал мемлекет міндетті түрде жұмсау қажет. Неге десеңіз, ақша экономика организмінің қан айдаушы жүйесі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америкада не болды? Көптеген адамдар жұмыссыз қалды. Соғыс өнеркәсіптік кешеннің жұмысы тоқтады. Халықтың кірісі күрт азайды. Бұл жағдайда ақш үкіметі не істеді? Жаппай жол салуға кірісті. Яғни онда өте ауқымды жұмыс орны керек және 100% толық локализация. Жолда тұрғызылып жатқанның бәрі Америкаға тиесілі. Бір қалтадан қомақты ақша шығарады, соңында салық немесе тағы сол сияқты жүйелер арқылы бұл ақшаның барлығы екінші қалтаға түсіп кері қайтады. Жұмысшы еңбек ақысын алады, ақшасын жұмсауға америкалық дүкендерге барады, сол жерден азық-түлік алады, америкалық өндіруші салық төлейді, соңында мұның бәрі шыр айналып ақш экономикасының организмі арқылы өтіп, ақштың қалтасына қайта түседі. Бірақ соңында сапалы жолдар пайда болады, көптеген адам табыс тапты және тағы басқа. Жол бойындағы кафелер, Макдональдстар. Жол бойындағы кафелер, сол сияқты. Қытайлар біз дағдарыстан атом станцияларының құрылысы арқылы шығамыз дегенде, мен бірақ ондағы ең маңызды компонент 100% локализация болу керек деймін. Егер сенің ақшаңның 80% экспорттық өнімге кететін болса, онда ақша бөлудің пайдасы жоқ, қажеті жоқ. Ақшаны ішкі экономиканың дамуы үшін бөлу керек. Ал бұған Сун Чин мырза, ал бізде атомдық станциялар бойынша 100% локализация деді. Мен қалайша деймін? Ол бізде турбиналарды өндіретін 5 Қытай зауыты болған. Біз бір зауытты General Electricқа бердік, бірлескен кәсіпорын жасадық, енді бірін Mitsubishi-мен жасадық, үшіншісін француздармен, сосын Toshiba-мен бірлескен кәсіпорын жасадық, және осы зауыттардың барлығы өзара бәсекелеседі. Біз Қытай станцияларының құрылысы үшін турбиналарды
тек осы зауыттардан аламыз дейміз. Америкадан бірде-бір турбина болмайды. Жапониядан да бірде-бір турбина болмайды. Өз өніміңізді қалайсыз ба? Осы жерден бірлескен кәсіпорын ашыңыз, бірлескен кәсіпорын ашқандармен бірге бәсекелестікке түсіңіз. Егер осы нарық сізге қызық болса, өндіріңіз. Электроникаға да, басқа барлық нәрсеге де солай. Әлемдегі ең үздік ең ірі өндірушілермен жиынтықтаушыларды осында аштық. Бізде 100% локализация. Атом станцияларының құрылысына бөлінген қаражаттың барлығы, олар $100 миллиард бөлуді жоспарлады. Барлығы Қытай экономикасында қалады. Біздің мұнай өнеркәсібінде де дәл осылай жасауға болады. Біз жасай аламыз. Бізде мұнай бар кезде, мұнай кен орындарының инфрақұрылымдарына қатысты барлық нәрсені 100% локализациялауға қол жеткізе. Бірақ ертеректе қол қойылған келісім шарттар бар. Мысалы Шеврон. Қазір сонда не істеуіміз керек? Оның еш қиындығы жоқ. Шевронның келісім шартында олар сырттан ғана мұнай жабдықтарын сатып алады делінбеген ғой. Олардың келісім шарты құпия. Біз оны әлі күнге дейін білмейміз. Жоқ, маған сеніңіз, ондай жоқ. Онда салық бойынша жеңілдіктер жасырылған. Келісім шартты белгілі бір салықтар бойынша жеңілдіктер бар. Ол жағы құпия. Бірақ менің ойымша, қалғанның барлығы мемлекетіміздің ішкі ісі. Біз мұны істей аламыз. Ауыл шаруашылығын дамыту арқылы және мұнай химиясындағы машина құрылысын және оған қоса инфрақұрылымға қатыстының барлығын дамыта отырып, оған құбырлар және тағы басқалары кіреді. Біз капиталды көп қажет ететін бөлікті локализациялай аламыз. Кез келген мұнай не кен өндіру орнын әзірлеу өте көп капиталды қажет етеді. Және біз бұны жасай аламыз. Тек ақылмен жасау керек. Ақылға қонымды мерзімдерді белгілеп, ақылға қонымды мерзімде осыны жасау керек. Ары қарай сұйытылған газды алайық. Батыста барлығы содан басталды ғой. Кезінде мен министр орынбасары болғанда біз жиналыс өткіздік. Мен осы неге біз соншама ілеспе газды факелге жібереміз? Неге ешкім қайта өңдемейді деп сұрадым. Бұған инвесторлар бізге қайта өңдеуден еш пайда жоқ деді. Мен оларға, білесіздер ме, мен сіздерге көмектесе алам. Қайта өңдеуді тиімді ете алам. Сіздер қазір газды жағып отырғандарыңыз үшін айыппұл төлейсіздер. Бірақ мен айыппұл мөлшерін 1000 есе өсірсем, әрине сіздер үшін мұндай ақылға қонымсыз айыппұлдарды төлегенше утилизация жасағандарыңыз пайдалырақ болады. Және бұл сіздердің инвест жобаларыңызға көп көмек болмақ дегенде, олардың түрлері бұзылып, барлығы жоқ, бұл жөн емес, бұлай болмайды ғой деді. Мен сол кезде былай дедім. Сіздерге шартты түрде 1 жылдан кейін сондай қомақты айыппұл төлетейін деп жатпағаным түсінікті. Мен сіздерге ол уақытты беремін. Және келесі жылы айыппұлдың мөлшері 2 есеге артады. Одан кейін 3 есеге. Алайда 5 жылдан соң немесе 3 жылдан кейін утилизацияны жасауға жеткілікті уақытта әлі де жасамаған болсаңыздар, айыппұл мөлшері 1000 есе көтеріледі. Ал сонда барлығыңыз өте тез уақыт ішінде қайта өңдеу өнеркәсіптерін ашасыздар. Шындығында бізде 30 жылдан бері жанып жатқан ілеспе газда сұйытылған газ бар. Онда сұйытылған газдың көп мөлшері, мұнай химиясына арналған шикізаттың көп мөлшері бар. Ал ол еліміздің экспорттық әлеуетінің, жұмыс орындарының, ұлтымыздың интеллектінің, білімінің артуына ықпал ете алушы еді. Өйткені мұнай химиясында өз мамандарымыз, білікті қызметкерлеріміз, инженерлеріміз пайда болар еді. Бәлкім жаңа өнімдер мен бұйымдар да пайда болар еді. Түсінесіз бе? Алайда мұның бәрі 30 жыл бойы факелде жанып жатыр. Яғни мұнымен ешкім айналыспайды. Бұл да бір бағыт, жаңа жұмыс орындары, мұны да жүзеге асыру керек. Сөз енді қайта өңдеу туралы. Кеңес одағы кезінен қалған 3 зауыт. Тағы зауыттар салуға біздің ақылымыз жетпей ме? Өз кезегінде біз Қазатомпромда вертикалды интеграцияланған компания құрумен айналысқанда, Қазақстандағы басқа кәсіпкерлермен сөйлескен кезімде қандай бақыттысыңдар деп ойлаушы едім. Мысалы, сен мыс өндіресің, тағы қосымша нәрселерді өндіресің. Сосын қолыңды көтересің де, мен келесі қайта өңдеумен айналысқым келеді дейсің. Саған өз жабдықтарын ұсынатын сансыз өндірушілер кезекке тұрады. Олар жабдықтарын да өздері қосады, зауытты да салады. Сен жоғары қайта бөлу өнімін өндіре бастайсың. Ал менің жағдайымда мен конверсияны өндіргім келеді деймін. Оны маған ешкім бере салмайды.
Бұл технологиялардың барлығы жабық, барлығы саясаттанған. Мысал ретінде уранды байыту технологиясымен айналысқысы келген Иранды қараңыз. Бүкіл елге эмбарго. Менің жағдайым мүлде бөлек болды. Мен басқаларды экономикалық тұрғыдан қызықтырып, олар маған осы технологияларды беру үшін алдымен саяси мәселелердің шешімін табуым керек болды. Өйткені технологияларды беруге жол жоқ. Осындай саяси шектемелерді жоқ басқа салаларға мен қызғана қараушы едім. Олар неге қосымша қайта өңдеумен айналыспайды? Бұл өте пайдалы ғой деп таңғалатым. Бұл қосымша жұмыс орындары емес пе? Келесі мәселе жаңа жұмыс орындарын ашу. Әрі қарай, мұнай өндірісіне қажет машина жасаумен қатар, ауыл шаруашылығын дамыта отырып, бізге ауыл шаруашылық машиналарында жасау қажет. Дәл мұнай өндірісіндегідей, біз сол қағиданы ұстана отырып, ауыл шаруашылыққа қажет машиналарды да локализациялай аламыз, жасай аламыз. Бізге химия өнеркәсібін дамыту маңызды. Бұл жасалатын келесі қадам, яғни химияны дамыта аламыз. Ары қарай, машина өндірісі үшін бізге металл қажет. Металлургиялық зауыттарда ары қарай металдарды қайта өңдеп, қажет бұйымдар, болат шығарайық. Мұның барлығы даму емес пе? Жаңа ашылған жұмыс орындары, жаңа қосымша құн, мұның бәрі экономикамызды күшейтіп, шикізатқа тәуелділіктен босатады. Яғни дәл осы дүниелердің барлығы. Бұдан басқа да көптеген жұмыс істеп тұрған өндіріс салалары бар екеніне күмәнім жоқ. Сол бірінші жасаған анализ бәрін көрсететін болады. Бір жерде көлік шығаратын зауыт бар шығар, ал басқа бір жерде құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс бар дегендей. Қараңызшы, егер осылардың барлығын кешенді түрде істейтін болсақ, бұл өте жылдам әсермен нәтиже бере алады. Мұның бәрі жақсы әрине. Егер осы жерде қайта терең өңдеу, осы бағытта талдаулар жасайтын болсақ, сол компанияларды осыған мүдделі болуға ынталандыра аламыз ғой? Әлбетте, оларды ынталандыра аламыз. Мемлекет деген халыққа жағдай жасау үшін керек қой. Алдымен қандай саланы дамытқың келетінін анықтап алған жөн. Егер сен қайта өндіру ісін дамытқың келсе, сәйкесінше жағдай тудыру керек. Мәселен, бастапқы кезде салықтан босат, не қайта өндіргеніңнен соң бір жеңілдік жаса, не салынған инвестицияны таза пайдаға айналдыр дегендей. Осылай істейтін болсаң, ол салаға ақша ағылады. Үкімет дәл осылай жұмыс істеу керек. Яғни мемлекет инвестиция құюға ынталандыратын қозғалыстарды тудыру қажет. Ал бұндай ақша ағымдарын тудыру үшін алдымен соған сай жағдай жасау маңызды. Осылай жасар болса, барлық олқылықтардың орны толады. Бизнес те өркендейді, іскер адамдар да қаптайды. Осылайша жаңа жұмыс орындары ашылады. Ал бұл мемлекет үшін қосымша табыс. Мұхтар Еркінұлы, экономика тақырыбын тарқата түссек. Ендігі сұрағым келіп тұрғаны реформалардан гөрі өзге дүниелермен байланысты. Қазір байлықты бөлісуге қатысты өте көп талқылау жүріп жатыр. Байлық біздің елде әділетсіз бөлініске түскен деген әңгіме қозғалып жатыр. Дәл қазір қайта халықтық жекешелендіру жасау керек, немесе ұлттық компанияларды халыққа бөліп беру қажет, не олардың акцияларын әрбір отандасымызға теңдей үлестірген жөн деген сияқты түрлі әңгімелер айтылып жатыр ғой. Осы ойлар жиі көтеріледі. Сөзіме сенсеңіз, халық арасында көп айтылады. Осыған қатысты айтарыңыз бар ма? Рахым Ошақбаевпен бірге осы тақырыпқа қатысты бағдарламада түсірдік. Ол цифрлық демократия жасау қажет деп отыр. Осының барлығын тез арада реттеуге бола ма? Шын мәнінде қазір осындай кісілерді жұрт популистер деп айта бастады ғой. Осы анықтама бойынша мен шындығында 15 жылдай бұрында популист болған екенмін. 2008 жылы ма, әлде 2007 жылы ма, қазір нақты есімде жоқ, президентпен тет-а-тет сөйлесіп отырғанымызда, мен ол кісіге Нұрсұлтан Әбішұлы, қараңыз, кезінде Кеңес одағын сондағы барлық адамдардың күшімен халық тұтастай жұмыла құрды. Жалпы халыққа ортақ дейтін меншіктерді бәрі бірге құрып жасады. Осыған қатысқан әрбір азаматқа үлесін беру үшін біз жекешелендіруді жасадық. Бірақ онымыз сәтсіз болды. Осы сөзді айтқанда ол кісі түрін жетті. Сосын мен енді екеуміз ғана отырмыз ғой, бұқпантайламай әр нәрсені өз атымен атасақ болатын шығар дедім. Біз бұл жекешелендіруді қалай жасадық? Біз әрбір Қазақстан азаматына купондар бердік. Ал ол купондарын инвестициялық қорға салып отырды. Есіңізде шығар, әлгі Бутя Капитал сияқты қаптаған инвестициялық қорларға.
Жоспар бойынша инвестқорлар кеңес кезінде қалған меншіктердің бөлігін жиылған купондарға сатып алады да, одан түскен пайданы купонның иелері арасында теңдей етіп бөліп беруі керек еді. Бірақ ақыры не болды? Инвестқорлар әлгі купондарды жаппай жинап алып, алайда аукционға қойылуы керек болған байлықтардың орнына түкке тұрғысыз дүниелерді сатылымға қойды. Сатылымға қаңырап бос қалған автотұрақтарды, қолданылмайтын көкөніс сақтайтын қоймаларды, тіптен үйіндісі ғана қалған қалалардағы аты бар заты жоқ дүниелерді сатқанын білеміз. Әлі есімде, біз бір саудаға қатысып, ЦУМды сатып аламыз деп ойлап жүрсек, онымыз Орал қаласындағы ЦУМның бір құрылғысы ғана болып шықты. Ондай қалдық қоқыс кімге керек? Соңында купондарға ешкімге керек емес, өтімсіз дүниелерді ғана сатып алуға болатынын түсіндік. Бұл өтімсіз дүниелерден ешқандай пайда көре алмайсың. Ол купондарды шын мәнінде кеңес одағы кезінде халық құрған байлықтан өз үлесін алуға емес, ешқандай пайдасы жоқ дүниелерге құртқан болып тұрмыз. Қалай десек те, сол бір жекешелендіруді сәтсіз өткізген болып тұрмыз. Кеңес үкіметі кезінде бәрінің бірігіп жасаған, жинаған байлығын халыққа бермегендіктен, қарапайым адамдар ортақ байлықтан өз үлесін ала алмады. Сонда мен президентке қазір осы олқылықтың орнын толтырып, бұлай айтуға керемет мүмкіндік туып тұр. 90-шы жылдары жағдай өте қиын болып, жекешелендіруді дұрыс ұйымдастыра алмадық. Өйткені ол кезде жұмыс істеп тұрған ештеңе болмады. Сондықтан жеке меншікке берілген дүниелердің барлығы іске жарамсыз, ешқандай пайда әкелмейтін нәрселер болып шықты. Бірақ біз ұлттық компаниялардың арқасында сол біраз байлықтың басын қайта құрай алдық. Ұлттық компанияларды дамыту арқылы көп дүниені қалпына келтірдік. Енді әділдік орнататын сәт туды. Осы бір байлықтың бөлігін халыққа теңдей бөліп беріп, сәтсіз болған жекешелендіруді аяқтайық деді. Сосын ол кісіге былай істейік, байлықтың 25%-ын мемлекетке қалдырып, оны бақылау пакеті деп алайық. Ешбір қор немесе біріккен қорлар ұлттық компанияны бақылауына ала алмайтындай болуы керек. Олар тек түскен пайдадан дивиденд қана алып отыра алады. Осындай талаппен барлық ұлттық компаниялардың 75% акциясын барлық Қазақстан азаматтарына бөліп берейік. Бала дүниеге келсе, ол балаға сол компаниялардың акцияларын беріп отырайық. Сонда ол кісі маған, бұған мұнайшылар қарсы болған, сосын темір жол да қарсы болып отыр. Өйткені олар компаниясының акцияларын, кәсіпорындарын дамытуға керек ақша тарту үшін қолданбақшы деді. Нұрсұлтан Әбішұлы, мен көшеден келген біреу емеспін ғой. Мен өзім ұлттық компанияның президентімін. Компанияны дамытуға ақша тарту үшін акцияларды шығарып сатқаннан бөлек басқа да жолдар бар. Бұл бар болғаны көп таңдаудың бірі ғана. Мәселен, мен Қазатомпромның дамуы үшін акцияларды сатып ақша тартуды құп көрмеймін. Неліктен? Өйткені менде Жапониямен несие желісі бар. 15 миллиард долларға дейін алсам да болады. Қазатомпромның құнды қағаздарын, облигацияларын әлемнің бүкіл алпауыт банктері сатып алуға дайын. Міне, компанияны дамытуға керек ақшаны осылай да табуға болады. Өйткені менің жапондықтармен несие келісімім 30 жылдық. Ал облигацияларды дәл қазір 7 жылдық мерзімге шығарсам да, оларды сатып алушылар дайын тұр. Осындай игіліктерге қол жеткізу үшін бар керегі Қазатомпромды табысы үзілмейтін тұрақты компанияға айналдырғаным жеткілікті болып отыр. Осы себепті барлық инвесторлар маған ақша құюға дайын. Өйткені олар құйған ақшасының пайдамен қайтатынын біліп отыр. Біз тұрақты түрде ақша тауып отырған компаниямыз. Егер басқа ұлттық компаниялардың қаржы тартуда мәселелері болса, ол мәселенің өзегі жалпы әлемде ақша жоқ дегенге емес, сенімге ие бола алмағандарында жатқан болар. Солай болса, оларға алдымен тұрақты түрде табысты болатындай етіп, өз істерін алға дөңгелетулері керек. Сондықтан да компанияларды дамытудың жалғыз жолы олардың акциясын сату дегенмен түбегейлі келіспеймін. Бұл бар болғаны көп шешімнің бірі ғана, және оны негізгі бағыт ретінде таңдау дұрыс емес. Бұл жолды соңғы кезекте ғана таңдаған құба-құп. Сондықтан барлық ұлттық компаниялардың басшылығына оларды табысты кәсіпорындарға айналдыра алатын адамдарды қойған жөн.
Сол кезде шеттен ақша тарту оңай болады. Сосын компанияның 75%-ын халыққа үлестіріп, жекешелендіру кезінде дұрыс ұйымдастырмаған едік. Енді міне мемлекеттік меншіктің бір бөлігін алыңыздар деп айтайық. Ұлттық байлықтың бір бөлігін берейік деді. Бірақ ол кезде менің сөздерімді популистік деп санап, жоқ, бұл барып тұрған популизм. Ештеңені таратудың қажеті жоқ. Бұл халық арасында өзгенің көмегіне сену мен жалқаулықты арттырады, тағысын тағы деп жатыр. Мен бұл әрекет халық арасында масылдықты үдетеді дегенге сенбеймін. Жер рентасы, табиғат рентасы деген ұғым бар. Дәл осы ұғым көптеген елде орныққан. Бұл дегеніміз, жерден алынған әрбір килограмм пайдалы қазбадан елдің әрбір азаматы өз үлесін алады деген сөз. Және біздің жағдайымызда мұны жер не табиғат рентасы дегеннен гөрі әлеуметтік ортақ меншік деген дұрысырақ сияқты. Яғни бұл ертеректе жалпы халықтың маңдай терімен ортақ жасалған әлеуметтік меншік қой. Шындығына келгенде бұл популистік идея емес. Бұдан келер пайда көп. Бірінші артықшылығы бағалы қағаздар нарығы қалыптасады. Бұл нарық демде жанданады. Халықтың ұлттық компаниялар мен олардың ісіне деген қызығушылығы артады. Яғни, әр азамат компаниялардың қаржылай жағдайына мән беріп, қаржылық жетістігін жіті бағалап, қадағалап отырады. Осыдан дивиденд алып отырғандықтан барлығын міз бақпай бақылайды. Оны қалаған уақытында сатып жіберуге немесе ұрпағына мұраға қалдыруға болатын, дивиденд түсіп отыратын қосымша табыс көзі. Сондықтан да тиімді жұмыс істейтін ұлттық компаниялар болғанда, бұл идеяны популистік идея емес, дұрыс идея деп санаймын. Мұхтар Еркінұлы, мен әлеуметтік желілердегі оқырмандарымыз қойған сұрақтарға ойысқанды жөн көріп отырмын. Солардың ішіндегі ең бір көп қойылатындарының бірі мынау болар. Егер сізге қандай да бір ұлттық компанияның тізгінін берсе, немесе министрліктегі экономикалық мәселелерге жауап беретін кеңесші, не президент әкімшілігіне кеңесші етіп қойса, келісер ме едіңіз? Оқырмандарымыздың көпшілігі дәл осы сарындағы жүздеген сұрақ жолдаған. Егер сізге үкіметте кеңесші не басқа кез келген қызметтің бірін ұсынса, келісесіз бе? Тек бір жағдайда ғана. Егер менің қызметім шынымен де реформаларға жол ашатын болса, барамын. Ал егер халық сенім артатын адамның символы ретінде жұртты тыныштандыру үшін ғана шақырса, тек осындай мотивпен ұсынса, онда жоқ. Үзілді кесілді келіспеймін. Менің қолымда білім мен беделім, репутациям ғана бар. Сол білімім мен репутациямды жұмыс істегенсіп жатқандай елес туғызуға немесе қандай да бір лауазым алу үшін жұмсағым келмейді. Мені қызмет те, лауазым да қызықтырмайды. Ешқашан қызықтырған емес. Қазір тіпті де қызықтырмайды. Егер менің қызметке баруым елдің пайдасына, игілігіне қызмет етсе, жылдам реформаларға әкелетін болса, онда мен дайынмын. Ал мұның бәрі құр сөз ғана болып шықса, ешқандай жағдайда келіспеймін. Оған уақыт шығындағым келмейді. Сіз жалпы жалғыз адам өз командасынсыз қандай да бір нәтижеге қол жеткізе алады дегенге сенесіз бе? Немесе әйтеуір бір ортақ бағдарлама болу керек пе? Мен мұнда реформаларды айтып тұрмын. Яғни реформаларды іске асыру бойынша. Әлбетте команда қажет. Өйткені жалғыз адам барлығын бақылап отыра алмайды. Себебі бір адам барлығын бақылай алмайды. Жауапкершілікті өзгелерге де тапсырып, бөлісу керек. Дұрыс компанияларда жұмыс істеу процесі жолға қойылған. Мәселен, бір үлкен компания бар делік. Оның тиімді әрі тез жұмыс істеу үшін жинақы түрде оны бағыттарға, сегменттерге, тауарларға байланысты бөледі. Бөлінген жұмыс топтары шешім шығару ісіне келгенде толыққанды еркін болады. Тек осылай жасайтын болса ғана компания белсенді, жинақы әрі табысты бола алады. Бұл үшін жауапкершілікті дұрыс бөлу қажет. Егер сіз жауапкершілікті беруге болмайтын адамдарға жүктесеңіз, онда сіз теріс нәтиже ғана аласыз. Сондықтан команда міндетті түрде қажет. Реформалау тұрғысынан авторитарлық жүйенің өз артықшылықтары бар. Мәселе мынада. Саакашвилидің мына сөзі есіңізде болар. Реформа дегеніміз тез бұзылатын тауар. Мәселен,
Авторитарлық мемлекеттерде реформаларды жасау әлде қайда оңайырақ, әсіресе әрбір істі ұзақ уақыт келісуді қажет ететін мемлекеттермен салыстырғанда. Осыған қатысты маған Марғұланның айтқан сөзі ұнады. Ол Украинадағы жұмысы барысында сол жұмысына қатысты реформалар үшін бастысы не биліктің, не заңның авторитарлы болуы қажет деген қорытынды жасайды. Украинада екеуі де жоқ. Президенттің тез арада реформалар жасайтын құзыреті жоқ, және парламент арқылы реформаларды қажет уақытта жасауға міндеттейтін заң құзыреті де жоқ. Осыдан келіп барлығы созылып кетеді. Көп заңның артықшылықтары осылайша жүзеге аспайды. Ал біздің жағдайымызда президенттің қолында биліктің көп тетігі бар. Реформаларды тез арада жүргізу тұрғысынан қарар болсақ, бұл үлкен артықшылық. Өйткені шешімді бірден қабылдап, іске асыра алады. Бір күннің ішінде 50 жарлыққа қол қойып, елді өзгертіп тастауға болады. Бар мәселе қандай жарлықтарға қол қою және жауапкершілікті кімге жүктеу керек деген сұрақтарда ғана жатыр. Осы екі нәрсе. Мен мұнда реформаларды бастауға қатысты айтып отырмын. Ол үшін біз жақсы жағдайда тұрмыз. Сондай-ақ елдің жалпы экономикалық жағдайына да көз жүгіртейік. Егер біздің жалпы ішкі өнімге қарайтын болсақ, біздікі өзбектерден 3 есе көп. Оларда халық саны бізден көп екеніне қарамастан. Біздің жалпы ішкі өнім Украинаныкінен жоғары. Ал Қырғызстанмен салыстырсақ, біздікі 5 есе. Жоқ, қайдағы 5? Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі 8 миллиардтың төңірегінде болса, біздікі 170 миллиард. 8 бен 170 салыстырыңызшы. Айырмашылық бар ма? Енді осындай жалпы ішкі өнімге қарамастан, қалайша мұншалықты кедей өмір сүруге болады деген сауал туындайды. Бұлай істеу үшін бір теңдессіз, дарынсыз болу керек шығар. Сондықтан да бізде реформаларды бастап кетуге керемет мүмкіндік бар. Реформа бастағанға қажетті алғышарттардың барлығы жасалған. Шешім қабылдау тұрғысынан да, экономикалық тұрғыдан да. Біздің ұлттық қорды және ондағы жинақталған ақшаны ескеріп тұрған жоқпын. Бар болғаны осылардың барлығын ақылмен пайдалансақ болғаны. Осы ақша бөлінген орнына, мақсатына жетуге тиіс. Егер инвестиция салатын болсақ, жолданған ақша басшылардың қалтасына түсіп кетпей, тікелей барар жеріне жетуі керек. Сондай-ақ әлеуметтік қызметтердің бағасын тым аспандатпай, нарыққа сәйкес бекітілуге тиіс. Жақсы. Әлі де жеке жолданған сауалдар жетерлік. Алма Биахметова қазіргі өзгерістерге байланысты Мұхтар Еркінұлы өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істі қайта қарауға өтініш бере ме дейді. Менің қылмыстық ісімді 2015 жылы қайта қарап қойған. Ол сот адам құқықтарын қорғайтын комитетте Женева қаласында өтті. Бұл жай ғана комитет емес. Кезінде білесіз бе, менің ісіме қатысты шешім шыққанда, бұл сот құрамында 10-ға жуық шетелдік судья қатысқан халықаралық сот. Барлық сот материалдарын саралай отырып, бірақ олар істің процессуалдық кезеңін ғана қарастырады. Солар барлық заңдық құжаттарды саралап, мынадай шешім шығарады. Мен заңсыз түрде сотталғанмын. Қазақстанның заңына сәйкес мені заңсыз соттаған. Менің ісімде Конституцияның 4 тармағы бұзылыпты. Онда қылмыстық процессуалдық кодекстің бәлембайы бұзылған дегендей кете береді. Сондықтан да мені заңсыз соттаған деген шешім талқылауды да қажет етпейді. Осы себепті мені тез арада босатып, осы шешімдер үшін маған өтемақы төленуін талап етті. Яғни халықаралық сот 2015 жылы өтіп, өз шешімін шығарып қойған. Біздің прокуратура оларға осындай ұсыныс жасағандарыңыз үшін рахмет, бірақ бізде басқаша дегендей жауап бергенде, онда адам құқықтарын қорғайтын комитет: жолдастар, бұл сіздерге ұсыныс емес, бұл соттың шешімі. Не деп тұрсыздар? Біз барлығын жіті тексердік. Сіздердің құжаттарыңызды 1 жыл бойы зерттедік. Заңгерлер, қорғаушылар, халықаралық деңгейде білігі бар судьялар барлығы отырып қарап шықты. Сосын өздерінің шешімін шығарды. Бұл біздің тілегіміз емес, немесе пікіріміз емес, бұл халықаралық соттың шешімі. Орындап орындамау ол өздеріңіздің шешімдеріңіз. Бірақ бұл нақты сот шешімі, талап тілегіміз емес деген еді. Сондықтан да өтініш беру керек дегенде, мен
дәл қазір біздің сотқа қандай да бір істі қайта қарауға өтініш беру мағынасыз тірлік деп санаймын. Сот ісінде реформа болып, мәртебелі сот деген сөзге лайық азаматтар келсе, онда әрекетке көшуге болатын шығар. Негізі, шын мәнінде мені шетелде сотталған деп санамайды. Себебі халықаралық соттың шешімі Қазақстан Республикасының жоғары сотының шешімінен де маңыздырақ болып есептеледі. Сондықтан менің шетелдік әріптестерім үшін және басқалары үшін де мен сотталмаған адаммын. Олардың ешқайсысы да маған өз еліңде ақталып шық демейді. Өйткені мені ақтап шығарып қойды. Бәрі де халықаралық соттың шешіміне сүйеніп, менің кінәсіз екенімді мойындайды. Аталған сұрақтың жауабы осында жатыр. Сондықтан да сот ісінде өзгеріс болмай, онда жүгінудің еш мәні жоқ. Әлбетте жүгінудің жөні жоқ. Жақсы, тағы бір сұрақтар легі шығып тұр. Көп адам алдымен халықтың мәдениетін көтеру қажет дегенге қатысты пікіріңізді білгісі келеді. Осы бір оқиға біздегі мәселенің бетін ашып берді деп санайтындар баршылық. Біздегі мәдениеттің төмендігінен осындай бейберекетсіздік орнады. Қиратып жатқандардың бәрі білімсіз. Мұны қалай шешуге болады? Мынаған қараңыз. Адам білім алуға ұмтылуы үшін алдымен ол сол білімнің өзіне керек екенін түсіну қажет. Мәселен, сол Байкенже ауылының тұрғындары біздің кен орнында далада оператор болып жұмыс істеу үшін арнайы оқудан өту керегін түсінетін. Олар саналы түрде оқудан өтіп, табандылықпен жұмысқа тұрады. Ал олардың қазірде инженерге айналған балалары инженер болу үшін жоғары оқу орнын тамамдап, маман болу керегін түсінді. Яғни, аталған білімді алуға ұмтылыс болу керек. Қазір нақты жұмыс таба алмайтын болсаң, кепілді жұмыс болмаса, жоғары білім алудың қажеті екі талай. Қазіргі жастар не үшін оқып жатқанын білмейді. Жай ғана ол оқыған мамандық бойынша жұмыс жоқ болса, оны несіне оқу керек? Бізде қазір тіпті шетелде техникалық мамандықтарда оқып келіп, елге келген соң жұмыс таба алмай жүргендер де жетеді. Өйткені ол оқып келген мамандық бойынша біздің елде жұмыс жоқ. Өйткені ол мамандыққа бізде сұраныс жоқ. Ол маман ретінде керек емес. Керек десеңіз, ол оқып келген өндірістің өзі елімізде жоқ. Түсінесіз бе? Сондықтан әйтеуір оқу үшін ғана білім алу, мұнымен ешкім айналыспайды. Әсіресе жейтін тамақты табудың өзі қиынға соғып тұрса. Түсінесіз бе? Сосын бар уақыттың өлместің күнін көру үшін әйтеуір бір жұмысты істеумен өтеді. Бұл шын мәнінде мемлекеттің мәселесі, қоғамның мәселесі. Жұмыс орындары ашылу керек. Мемлекет жаңа жұмыс орындарын ашатын бизнеске жағдай жасау керек. Өйткені мемлекет жұмыс орындарын ашады дегенге сенім арту, әрине кейбір бюджеттік мекемелерде бос орындар бар шығар, бірақ олар дем арасында толып қалады. Негізінен жұмыс орындары мен халықтың жағдайын өзінің артық құнын тудыратын құрылым ретінде бизнес жасау керек. Ал мемлекеттік бизнес өкінішке қарай тиімсіз. Мен мұнда Қазатомпромды мысалға келтірмеймін. Кезінде қызықты бір оқиға айтайын. Мен шетелдік алып компаниямен кездескенде, компания басшылары маған сен біздің ұзақ жыл бойы жасаған зерттеу еңбегімізді жоққа шығардың деді. Мен таңданып, қалайша деппін. Сонда олар біз көптеген елдердегі нәтижелердің негізінде талдау жасай отырып, мемлекеттік меншік тиімсіз болатынын дәлелдейтін үлкен ғылыми еңбек жазып шыққан едік. Осы еңбегімізді жариялайын да дегенбіз. Бірақ сен өз мысалыңмен қарғыс атқыр Қазатомпромыңмен бұл еңбегімізді жоққа шығарып тұрсың. Өйткені Қазатомпром атом саласындағы әлемдегі ең үздік компания атанып отыр. Ал ол мемлекеттік компания деді. Сосын олар нашарлау жұмыс істесеңші, басқалар секілді бош, несіне тырыштанасың деп қалжыңдады. Бірақ жалпылама алғанда, яғни жүйелі түрде қарайтын болсақ, мемлекеттік меншік тиімді емес. Мұны социализм дәлелдеді емес пе? Жастардың сізге қояр сұрағы көп. Сізбен кездескілері келетін, сізден білім алғылары келетін, пікіріңізді білгілері келетін жастар өте көп. Өз тәжірибеңізді жастармен бөлісуде қандай жоспарыңыз бар? Жастармен жүйелі түрде кездесулер ұйымдастырып тұрсаңыз, қандай кітаптар оқитыныңызды сұрап жатыр. Жастардың сұрақтары тұтас бір блок десек те болады. Тәжірибе бөлісу туралы, қалай айтсам, Қазатомпромда жасаған көп нәрсе туралы осыған дейінгі сізге берген сұхбаттар барысында біраз кеңінен талқылаған сияқтымыз.
Менің қабылдаған көп шешімдерімді, мысалы, мен оларды қандай да бір кітаптарда жазылған білімге, я болмаса белгілі бір мәселені шешудің дайын тұрған рецептісіне сүйеніп қабылдамаймын ғой. Менде ондай рецепт жоқ. Мен шешімді тек анализ жасау арқылы қабылдаймын. Фактілерге назар аударам, оларға анализ жасаймын. Сосын үнемі өзіме сұрақ қойып отырамын. Мәселе оңтайлы шешілетіндей не істеу керек? Егер шешілмесе, неге шешілмеді? Оған не кедергі болды? Деген сияқты. Мәселелерге үнемі шешім іздейсің. Әртүрлі мәселелер болады. Ең бастысы сол мәселені бөлшектеп, соның ішінен ең маңыздыларына баса назар аударып, соларды шешесің. Мұның бәрі жай фактілерді жинап алып, бизнестің дайын рецептісіне салу емес, ойлай білуге барып тірелетін дүние. Ойлай білу дегенде, мысалы, маған ақпарат екі ұшты болып, анығы белгісіз жағдайларда шешім қабылдаған ұнайды. Кезінде кризис менеджер деп айтушы еді. Жай менеджерлар бар, кризис менеджерлар бар. Бұлар да шахматшылар сияқты. Кейбір шахматшылар ұзақ партияларды жақсы ойнайды, ал кейбірі ұзақ партияларда аса мықты емес, әлем чемпионы болмауы мүмкін. Бірақ оны әлемнің бірде-бір чемпионы блицте жеңе алмауы мүмкін. Онда жылдам шешім қабылдау қажет, және ол шешімдер дұрыс болу керек. Яғни мұның барлығы ойлау қабілеті, мінез құлық дегендерге байланысты. Мен де осы кризис менеджерлердің қатарына кіретін шығармын. Яғни ақпарат жеткіліксіз кезде шешім қабылдай алатын адамдардың қатарына. Мысалы, бағаға қатысты ақпарат жеткіліксіздігінен экономика мәселелері басталады. Сен ақпараттың 90%-ын біліп тұрсаң, шешім қабылдау, шешім шығару оп-оңай. Ал сен ақпараттың 15-не 20%-ын ғана білсең, ондай жағдайда көбіне шешімдер интуитивті болады. Сондықтан дәл осы қабілет шығар. Ал ол біреуде бар болса, енді біреуде жоқ. Енді жастармен қандай да бір кездесулер өткізуге қатысты жалпы алғанда болатын шығар, бәлкім. Бірақ мен өзімді жастарға бір нәрсе айта алатын ментормын деп есептемеймін. Маған керісінше жастар қызық. Олардың ойлары, ойлау жүйесі. Кездесулерде өзім бір нәрсе айтқаннан гөрі оларды тыңдауды көбірек қалар едім. Өзім айтқым келген нәрселерді, өзімнің тәжірибемді саған берген сұхбаттарымда кеңінен айттым. Ал енді оларды тыңдағым келеді. Сізді тыңдай отырып, мен олай айтпас едім. Мұхтар Еркінұлы, мазмұнды қызықты сұхбатыңыз үшін зор алғыс айтамын. Біз жастарды әлі тыңдап көрмедік. Мүмкін олар бізден де күшті, бізден де креативті шығар. Жастармен кездесуге келер болсақ, мұны жүзеге асыруға тырысамыз. Қалай болғанда да өз басым сіздің оларды тыңдай алатындай монолог емес, диалог құруға, осындай кездесуді ұйымдастыруға тырысамын. Неге ұйымдастырмасқа? Көп рахмет. Кітаптар бойынша мұнан айтқым келеді. Бұлай жасайық. Инстаграмда, Фейсбукта жекелеген кітаптар бойынша өзім бизнес және жалпы даму үшін маңызды әрі қызықты деп тапқан кітаптарымды бөлісіп отырамын. Жалпы тізім емес, жай ғана кітап туралы, осы кітаптан не алғаным жайлы айтып отыратын боламын деп келісейік. Осындай бір әдеби шолу жүргізейік. Қазір бұл кітаптарды атап өтсем де болар еді, бірақ әр кітапқа не үшін бұл кітапты қызық деп санаймын, бұл кітапты не үшін оқу керек деген сұрақтарды қамтитын алғы сөз болғанын қалаймын. Сондықтан мұны болашақтың еншісіне қалдырамыз. Әлеуметтік желілерді қайта қолға алуға тырысамын. Сырқатым мені бір шама әлсіретіп, біраз істерден бөгеді. Әлеуметтік желі арқылы, әрбір кітап туралы егжей-тегжейлі айтып отырғаныңыз ұтымды болады деп ойлаймын. Кем дегенде кітаптар туралы шағын ғана алғы сөз жасау, ол кітаптың қай бөлігіне назар аудару керегін айту. Мұхтар Еркінұлы, мазмұнды қызықты сұхбатыңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Біздің көрермендеріміздің де сұрақтары бар деп ойлаймын. Егер қызығушылығыңыз, ықыласыңыз болса, біз ол сұрақтарды дайындап қойсақ, аудиториямен тағы бір рет сөйлессеңіз, көрермендеріміздің сұрақтарын тағы тыңдасаңыз. Сізбен сұхбат құру әрдайым қызық. Көрермендермен қоштасайын. Келесі кездескенше.